Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Сіздермен бірге Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Жансүгіров колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Сүлейменова Айгүл Мақсұтқанқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алаш арыстары тіл туралы, тілдің адам өміріндегі қызметі және кірме сөздер емлесі. Бүгінгі сабақта сіздер тілдің адам өміріндегі қызметі, ұлт, ел болып қалыптасу жолындағы тілдің маңыздылығын талдай отырып, алаш арыстарының тіл жайлы көкейкесті ойларымен танысып, кірме сөздер емлесін еске түсіретін боласыздар. Сабағымызды ой шақыру стратегиясымен бастасақ. Ендеше ой шақыру стратегиясының сұрақтарына жауап беріп көріңіздерші. Тіл халықтың жаны, сәні, тұтастай кескін келбеті деген ой нені білдіреді? Тіл проблемасы халықтық проблема бола ала ма? Алаш зиялыларын тіл мәселесі не себепті алаңдатты? Кірме сөздер дегеніміз не? Еске түсіріп көріңіздерші. Олай болса, тілдің адам өміріндегі орны жайлы өз пікірлеріңізді білдіріп көріңіздерші. Тіл, ұлт, рух деген ұғымдарға анықтама беріп көрейікші. Және осы берілген сөздерге қатысты мақал-мәтелдерді еске түсіріп көріңіздер. Мысалы, тіл атауына тіл қаруы сөз, сөз қаруы ой, немесе тіл асыл ойдың бұлағы деген мақалдарды айтуға болады. Ал енді сіздер ұлт, рух туралы мақал-мәтелдерді еске түсіріп жазып алыңыздар. Келесі кезекте сіздерге дербес пікір айту тәсілі бойынша тапсырма беріледі. Ол үшін сіздер қазақ тілі туралы ұлт зиялыларының нақыл сөздерімен танысып, өз пікірлеріңізді білдіресіздер. Бірінші өзіндік пікір, яғни ой немесе идея, бір сөйлеммен жазасыздар. Дәлел, екі сөйлеммен келтіресіздер. Өз пікірін айғақтайтын мысалды, екі сөйлем. Өз пікіріне қарсы дәлел, бір сөйлем. Қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал, бір сөйлем, және қорытындыны екі сөйлеммен келтіресіздер. Енді тағылымы мол даналық сөздерден тәлім алыңыздар. Алаш зиялыларының саяси және рухани күресінің негізгі мақсаты ұлтымызды ұйыстыру, сол арқылы елдігімізді айқындау болды. Әрине, осындай ұлан-ғайыр сауапты істің аясында ана тілімізді сақтау мәселесі тұрды. Алаш қайраткерлері тілдің саяси, қоғамдық һәм рухани үлкен күш, ұлтты біріктіруші қуатты құбылыс екендігін жақсы сезінді. Сондықтан да алаш сияқты аса ірі қозғалыстың рухани тінінде қазақ тілі мәселесі ерекше орынға ие болды. Ахмет Байтұрсынұлы өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл деп ұлттық рухтың, болмыстың негізі де, арқауы да тіл екендігін алғаш аңғартты. Ахмет Байтұрсыновтың осы сөзіне орайлас пікірлерді алаш зиялыларының көпшілігі білдірді. Мысалы, Әлихан Бөкейхан елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басында алып жүре алмайды дейді. Ал Міржақып Дулатұлы қазақ тілі бай, таза, іргелі жұрт тілі деді. Жүсіпбек Аймауытов ана тілі халық болып жасағаннан бергі жан дүниесінің айнасы, һәм өсіп, өніп, түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі дейді. Ал Мағжан Жұмабаев ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмасқа тиісті. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмысы,
мінезі айнадай көрініп тұрады деген жанашыр ойлары біздің заманымызға үндес өзекті пікірлер. Егемен елдің, дербес мемлекеттің мемлекеттік тілі бола тұра, тіліміздің өзінің тұғырына толық қонбай жатқанын ескерсек, алаш зиялылары өсиетінің бағасы да, маңызы да еселеп тұрады. Енді сіздер жазылым дағдысы бойынша семантикалық картаны толтырып көріңіздер. Берілген шетелдік кірме сөздерді пайдаланып, дұрыс жауапқа қосу белгісін қойыңыздар. Ол үшін кірме сөздердің ережесін еске түсіріп алыңыздар. Тілдің сөздік құрамының толығып, кемелденуі бір ғана өзінің ішкі мүмкіншіліктері арқылы жүзеге аспайды. Сонымен қатар, өзінде жоқ сөзді өзге тілден алу арқылы да тіл өзінің сөздік құрамын байытып, жетілдіріп отырады. Кірме сөздер дегеніміз тілдің өзіндік сөз жасам тәсілімен емес, басқа тілдердің ықпалымен жасалған немесе олардан енген сөздер. Қазақ тілінің сөздік құрамындағы сөздер негізінен араб, парсы, моңғол, орыс тілдерінен енген. Мәдениеті кенже дамыған ұсақ халықтарды былай қойғанда, дамыған ел халықтарының сөздік құрамы таза төл сөздерден құралмайды. Жер шарында өмір сүріп келе жатқан үлкенді кішілі халықтардың қай-қайсысында болсын, өзге тілдерден ауысып келген кірме сөздер көптеп кездеседі. Мұндай сөздер тілдің лексикалық қорын байытады. Енді кірме сөздердің емлесін еске түсіріңіздер. Бірінші, мемлекеттің саяси құрылымына қатысты атаулар, яғни министрлер кабинеті, вице-министр, парламент, тағы басқа. Екінші, экономикалық құрылымдағы өзгерістерге қатысты атаулар. Коммерция, брокер, менеджмент, инвестор, қоғамдық саяси саладағы қатынастарға, саммит, имидж, брифинг, ақпарат техника саласындағы жаңалықтарға, компьютер, принтер, дисплей, сайт, диск, тағы басқа сөздер, және музыка, спорт саласындағы жаңалықтарға қатысты атаулар. Олар рокер, брейкер, саундтрек, айкидо, биатлон сияқты спорт, музыка саласына қатысты сөздер екен. Енді сабақтың басында берілген семантикалық картаны дұрыс жауабымен тексеріп көріңіздер. Сіздерге бірнеше сөз берілген болатын шетелдік кірме сөздер, яғни оларды дұрыс жауаптарымен тексеріңіздер. Электорат бұл қоғамдық саяси салаға қатысты сөз екен. Айкидо спорт саласына қатысты. Брифинг қоғамдық саяси салаға қатысты. Брейкер музыка спорт саласына қатысты. Винчестер ақпараттық технологиялық салаға қатысты. Интерфейс ақпараттық технологиялық салаға қатысты атаулар екен. Өздеріңіздің жауаптарыңызбен дұрыс жауабын тексеріп белгілеп алыңыздар. Енді ой түрткі стратегиясы бойынша, мынандай сұрақтар бойынша ойланып көрейік. Өткен тарихты зерделеуде тілдің рөлі қандай? Ұлттық руханиятымыздың өзегі, тіл мәселесі әлі де күн тәртібінен түспеуінің себебі неде деп ойлайсыздар? Тілін білмеген, түбін білмейді деген қанатты сөздің мағынасын ашып көріңіздер. Сабағымыздың соңында сіздерге үйге тапсырма, яғни бірінші тапсырма, шетелдік кірме сөздерді қатыстырып, 21 ғасыр тілі тақырыбында полемикалық диалог құрастыру. Яғни полемика дегеніміз идеялардың, көзқарастардың, пікірлердің қарама-қарсылығы, өз пікірін дәлелдеп дауласу. Екінші тапсырма, мемлекеттік тілдің қазіргі ахуалы жайлы көзқарастарыңызды білдіріп, шағын эссе жазыңыздар. Сөз саны 150 сөз. Және сіздер экранда берілген қосымша әдебиеттер және интернет материалдар, яғни сайттардан осы берілген тақырыптар бойынша қосымша мәлімет ала аласыздар. Сабағымыздың соңын мынадай нақыл сөздермен аяқтасақ.
Тіл халықтың нәресте кезінен бүгінге дейінгі барша болмыстың шежіресі, халықтың мәдениеті мен ақыл-ойының ең асыл айғақтары жиналған қоймасы. Және тіл туралы заңда, Қазақстан Республикасының тіл туралы заңында, тіл ұлттың аса игілігі әрі оның өзіне тән ажырағысыз белгісі, ұлттық мәдениеттің гүлденуі мен адамдардың тарихи қалыптасқан тұрақты қауымдастығы ретінде ұлттың өзінің болашағы тілдің дамуына, оның қоғамдық қызметінің кеңеюіне тығыз байланысты делінген. Және алаштықтар ана тілін ұлт болмысының басты бөлшегі ретінде қарастырып, әсіресе жас ұрпақ тәрбиесінде алатын орнына ерекше назар аударды. Қазіргі кезде ана тіліміз өрісті тақырыптардың біріне айналып отырса, олардың алғашқы үлгілерін дүниеге келтірген де алаш қаламгерлер болатын. Ахмет Байтұрсынұлының «Туған тілім», Мағжан Жұмабаевтың «Қазақ тілі», Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Туған тілім» өлеңдері қазақ әдебиетінде тіл тақырыбында жазылған тұңғыш көркем туындылар еді. Алаш қайраткерлерінің тіл турасындағы осы көкейкесті ойлары азаттық алған бүгінгі қазаққа да жол басшылық етуде. Олай болса, бүгінгі сабағымызды Шахановтың «Рух пен тіл» әнімен аяқтайық. Тіліміз тұғырлы болсын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге сәттілік тілеймін.